Қызғаныш. Әлімбек 15 жыл отасқан әйелімен заң жүзінде ажырасып, өзінен 10 жас кіші жас қызға үйленді. Кәдімгідей құда түсіп, қыздың ата-анасының рұқсатын алып, кішігірім тойды үйінде жасады. Әлібектің бала кезінен досы Еркін екінші рет үйлену тойының басқасында жүрді. Қыздың ата-анасымен сөйлесу рәсімінде, құдалығында ұзатылған қызды алып шығуда сөзінің икемі бар болғандықтан Еркінді Әлібек зор өтінішпен қасынан тастамады. Алайда Еркіннің әйелі Камшатқа күйеуінің тойқамдығы, әрлі-берлі жүрісі мүлде ұнамады. Әлібектің жас қызға үйленуіне қарадай тырысып, екі сөзінің бірінде Еркінді қағытып сөйлейтінді шығарды. Немене, сен кірген шыққан сайын айнаға қарағыштап, істі басына әтір сеуіп, өзін үйленетін сияқты қуанып болып жүрсің ғой. Үйдің жұмысын ұмыттың, баланың сабағын қарауға да уақытың болмай қалды. Мүмкін сенің де екінші рет жас қызға үйленуге көңілің кетіп жүрген шығар, деді ашуын жасырмай Еркінге бір күні Камшат. Әй, Кәмке, сенде ақыл бар ма десем, түкте ақылың жоқ екен ғой. Біздің ғой, ол қызымыз бар, ұрпағымыз өсіп келеді. Әлібекке мұндай бақыт бұйырмаған соң, амалсыздан екеуі ажырасып отырған жоқ па? Сәуле деген қандай әйел әйтпесе, сирек кездеседі мұндай мықты әйел. Қанша сүйсем де, осылай істеуге тиіспін. Екеумізде ортақ бала болмады. Кінә сенде емес, мен жақтан болып отыр. Білді ер азамат, өзіңді ұрпақсыз қалай қалдырамын? Қысқасы, бақыт ете алмадым. Қазір өкінбегенмен, кейін өкініп қалмас үшін басқа қызға үйленіп, бақытты болуын керек. Саған жақсы әйел болатын, жақсы қызды өзім тауып та қойдым. Сөз жоқ, Құдай қаласа ұрпақты боласыңдар, деп 12-де бір гүлі ашылмаған жамағайын сіңісі болып келетін Күлшираны өзі таныстырып, оған қызды көндіріп, содан соң заңды ажырасуға сотқа өзі арыз берген жоқ па? Бұған Әлібекті көндіруде оңай болған жоқ. Сен ғой маған сөйтпес едің. Сәуленің ер азаматтан жоғары адамгершілігі, Әлібекті шын сүюі осыдан көрінеді. Қазір әйелдер, соның ішінде сен де барсың. Күйеуіне әйел алып бермек түгілі үйдің бүйттің. Қардай қызғанып отырғаны ата-бабамызда не бір текті әйелдер болған ғой. Содан келіп, бүгінгідей ұрпақтар жалғасқан. Әлібекке тілектес болайық та қайта. Біз сияқты ұл қыз сейсін, оның қасында мен жүрмегенде кім жүреді? Неменесіне тарласың сен? Болды, қысқарт, қызғаныштың да орны болады, деп сөзді бірақ кескен. Дүниеде екі қызғаншақ адам болса, соның бірі Камшат болатын. Оның Еркін жақсы біледі. Соған қарамастан Еркін әйелін өте жақсы көреді. Ыңғайлы келсе, әйелін қызғандыратын жайттардан бойын аулақ ұстайды. Отбасының ырыл-жырылы болғанын қаламайтын. Бір демалыс күні Камшат жұмысындағы келіншектің туған күні болатынын, ал өзі кештеу келетінін ескертіп, сол шараға кетті. Үйде үлкен ұлы, 11 сынып оқитын Мұрат, 8 сынып оқитын қызы Жанатпен қалған. Еркін теледидарға қарай шаршап, диванға басын қойып,
Енді қисая берген еді, үстел үстіндегі мобильді телефон шылдыр ете қалды. Көтерсе досы Әлімбек. Қайдасыңдар? Үйдесіңдер ме? Біз Күлшира екеуміз демалыс болған соң өзен жағалауына таза ауаға қыдырып шыққанбыз. Сендердің үйлерінің қасынан жүрдік. Еркіндерге барып бір-екі кесе шай ішейік. Олар одан кейін бізбен қыдыруға шықса алып шығайық деп мен телефон соғып тұрғаным ғой. Іші пысыңқырап отырған Еркін қуанып кетті. Келіңдер, дұрыс болды, үйдеміз, дей салды тәптіштеп түгел айтпай-ақ қояйын деген оймен. Өзі дереу үстелге дастархан жайып, шай әзірлеуге кірісті. Қызы Жанатқа да тапсырма беріп жатты. Ұлын, бар тез, қонақ келе жатыр. Ана, дүкеннен шайға торт әкел, деп жұмсады. Сөйтіп кәмшатсыз-ақ мұздатқыштан оны-мұны алып, салқындатылған етті турап, үйдегі бармен дастархан үстін 5 минут өтпей жайнатып тастады. Кеш жарық, шақырусыз қонақ болып келіп қалдық. Ай бетпендер, енді өзімсініп келдік, деп Әлімбек жаңа келіншегі Күлширамен кіріп келді. Келгендерің дұрыс болды. Жалғыз өзім ішім пысыңқырап отырған едім. Кәмшат бір қызметтестерінің туған күніне кетті. Келіп те қалар, деп Еркін әлі үйреніспеген Күлшираға барынша ықылас көрсетіп, қолынан ұстап жоғары шығарды. Дастарханның бұларды әдейі күткендей әзірленіп тұрғанына Әлімбек те риза болып қалды. Мынау үлкен мәзірлі дастархан ғой. Қалай реттеп қойдың бәрін табан астында, деді Ақжарыла күліп. Ол бар, қыз бар жұмсайтын, соларды жұмсадым. Ертең сендер де біздей болып, Алла қаласа ұлды, қызды болып, рахатын көресіңдер, деді Еркін оларға. Айтқандарыңыз келсін, айтқаным келсін, деп Күлшира мен Әлібек қатарласа тіл қатты. Енді Күлшираны өзіміз арнайы шақырамыз, үйді көрсетеміз деп жүргенде өздерін келіп қалдыңдар. Оқасы жоқ, алда ол да бола жатар. Осы кездескенімізге деп бір вискиден екеуміз тартып жібермейміз бе? Күлшираға іш деп айтпаймын, деді Еркін. Бардың ішінен бір әдемі құтыны алып жатып. Жарайды, сөйтсек сөйтейік, көңіліңді қайтармайын. Тек бір ғана реттен болсын, деп екі дос стакандарын соғыстырып, вискиден алып қойды. Балалар бізбен отырып тамақ ішпей ме? деп Күлшира осы үйдің балаларына алаңдағандық білдірді. Олардың тамақтары тоқ, өздері қазір әрқайсы өз бөлмесінде. Үлкендердің сөзін тыңдағанша сонда бола бергендері дұрыс, деді Еркін Күлшираға. Осы кезде есік сыртына келген Кәмшат дәлізде бөтен аяқ киімдерді көрді және үйде адамдар барын біліп, аяғын еппен шешіп, бұл кімдер болды екен? Мен жоқта келген деп есік сыртынан тым-тымдай қалды. Дастархан басында Еркін отырған үшеуі әңгімелерін жалғастыра берген. Еркін, Күлшираның ұзатылу тойында әне бір сары шашты қыз бар еді ғой. Есінде ме екеуін қайта-қайта билеп едіңдер? Аты кім еді? Күлшира, айтшы. Мерет дейсің бе? Я, Мерет осында жұмысқа ауысыпты. Күлшираның нағашыларының қызы екен. Енді сол қызды үйге шақырамыз. Кәмшат екеуін сонда келіңдер. Өзі тұрмысқа шықпаған қыз көрінеді. Осы қаладан енді маған жігіт тауып беріңдер деп әзілдеп қояды маған. Мына сөзді есіктің сыртынан естіген Кәмшат
жұлқына есікті ашып ішке кіріп келді.